Сәлем достар, бүгінгі видеода осындай изотласовый ленты бантик жасайтын боламыз. Өте оңай. Бұл двойной, клейсіз, джипсіз, ештеңе тікпейсіздер, жай ғана өз қолымызбен жасайтын боламыз. Ол үшін ұзындығы 50-60 см лентаны алып аламыз. Міне лентаны қолға алып, соны екі пальчиктің ортасынан өткіземіз. Енді лентаны кішкене тартып тұрып, қайтадан дәл солай өткізетін боламыз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Міне қайтадан өткізіп шықтым. Енді астындағы лентаны жіберемін. Астындағы лентаны жіберіп, қайтадан бірақ екі пальчиктің ортасынан өткізіп шығатын боламын. Енді соны дәл ортасынан кіргізіп, қайтадан артқа қарай шығарып аламын лентамды. Шығарып болғаннан кейін қайтадан тағы да өткізетін боламыз. Енді сол лентаны шығарғаннан кейін қазір тура ортасын кішкене ашып алам. Ортасын ашып, осы лентаның ұшын жаңағы байлаған жерімізге соның арасынан шығаратын боламын. Міне кішкене қысамын. Қысқаннан кейін енді болды, жай ғана лентамызды алып шығамыз. Міне біздің двойной лентамыз дайын. Міне лентамыздың араларын ашып аламыз. Ашып болғаннан кейін лентаның ұзындығын өздеріңіздің қалауынша қиып кесіп шығасыздар. Міне менің бантигім дайын. Енді осыны әсемдеп шықса да болады. Менде осындай стразы бар, самоклеющий стразы, осындай үлкен наборы. Жай ғана канцелярский магазиннан мен 300 теңгеге сатып алдым. Бұл самоклеющий, жай ғана өздеріңіз былай алып, ешқандай клейдің қажеті жоқ. Енді бантиктің тура ортасына жабыстырып шығасыздар. Міне осылай қаттылап жабыстырсаңыздар, ештеңе түспейді. Міне тура осындай күйінде әдемі бомбонеркаларыңызды украшать етсеңіздер болады. Немесе заколочкалар жасаса да болады. Өте әдемі көрінеді және жасалуы өте оңай. Қазір енді осындай бірақ кішкентай лентадан қалай жасауды көрсететін боламын. Дәл солай жасап, бірақ кішкентай лентадан жасайтын боламыз. Ол үшін осындай лента қажет болады бізге. Дәл солай алақанымызға қойып аламыз. Екі пальчиктің ортасынан өткіземіз. Міне осы екі пальчиктің ортасынан өткізіп, артқы жағынан шығарып аламыз лентамызды. Енді дәл солай тағы да өткізіп шығатын боламыз. Екі пальчиктің ортасынан. Енді астындағы лентаны жіберемізді. Астындағы лентаны жіберіп, осы екі пальчиктің ортасынан дәл ортасынан өткізетін боламыз. Енді соны астына жібереміз. Астынан жіберіп, артқы жақтан шығарып аламыз да. Қайтадан қазір бұрайтын боламыз. Енді соның петличкасын бізге тура осының ортасынан өткізу керек. Ортасынан өткізіп аламыз. Видеоны мұқият қарап, лентаңызды қолыңызға алып, осылай жасап көрсеңіздер болады. Ең оңай түрі. Енді жай ғана байлап алып, артынан петличкасын шығарамыз. Міне осылай байладым. Енді алып, араларын ашатын боламыз. Міне. Өте оңай жасалуы. Міне енді бізге ұзындығын кесу керек қой. Қазір басқа жолын көрсетем кесудің. Міне осы ленточканы алып аламыз. Енді оны екі бүктеміз. Сол ленточканы бүктеп, жай ғана қисығынан қайшымен кесіп шығамыз. Қисығымен кескеннен кейін, міне ленточкамыздың ұшы осындай үшкір болды. Көрдіңіздер ме? Өте оңай. Екі жағынан үшкірлетіп емес, ленточканы жай ғана екі бүктеп аламыз, болды. Міне екі бүктеп алдым, келесі жағын дәл солай кесіп шықтық. Міне біздің двойной ленточкамыз дайын. Енді любой бомбонерка болсын, оларды да украшать етуге болады. Міне осындай пинеткаларды да украшать етсе болады. Осындай көк лентамен жасап, көк ленточкамен жасағаннан кейін дәл осылай жай ғана горячий клеймен қыстырып шықсаңыздар болады. Өте күшті көрінетін болады. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет, менің видеоларымды қарағандарыңызға. Алда әлі көптеген бомбонерка, шаблон, шоколадкалар, әртүрлі видеолар түсіріп. Всем пока, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар.